Туылмай жатып өлім жазасына кесілгендер. Екінші бөлім. Біз жақын маңдағы мұсылманша деген жазуы бар дүнген асханасына бас сұқтық. Нағашым маған шырын және мант алдырды. Өзін әрсізбады. Қалтасынан көк темекісін алып, Синжан газеті деген жазуы бар қағазға қолақпандай қылып ұрады. Бір байқағаным, оның ішіне жұтқан түтіні сыртына шықпай жұтылып, тұтас денесіне тарап жатқандай. Мен шырынды толық тауыстым. Тамақты жеп қарық қылмадым. Көз алдыма жап-жасыл запыран келе берді. Менің ыстық жерге кіргесін бойым балбырап, көзім ұйқы тығылды. Нағашым шапанының алдына ағытты да мен өзіне шақырды. Келе ғой. Нағашымның алдына отырып, бірден ұйқыға кетіппін. Түсімде жалаңаш қар үстінде асыр салып ойнап жүрген баланы көрдім. Ол маған уыстап қар лақтырады. Маған да лақтыр, деп дауыстайтын сияқты. Мен үстімдегі түйе жүн көпігірмемді шешіп, оған кигізбек болам. Ол жеткізбей сықылықтап қашады. Қуып жете алмай, демім сығылып, тер буды. Тұра ғой. Нағашым маңдайымнан иіскеді. Мен төр жақтағы қатарластыра қойылған орындықтың үстінде жатыр екем. Біз тысқа шыққанда көше шамдар жарқырап тұрды. Түннің бір уағы болып қалса керек. Айналып, баяғы ұзын дәлізді жүріп өттік. Жанайым жеңгем жатқан бөлменің есігін ашқанымызда ол кісі ұйықтап жатты. Құс қанатындай әдемі қастары сәл ғана түйіліп, самай шаштары термен екі бетін орай жабысып қалыпты. Медбике қыз терезеде қатқан қырауды саусағымен сызғылап тұр. Сонымен не тындырдыңдар? Болды, түсік жасалды. Оянғасын алып кетсеңдер болады. Ал бала қайда? Қайдағы бала? Өлтірген бала. Оны дәретхана жаққа апарып тастағам. Нағашымның түрі таланға түскендей түтігіп кетті. Пер соққандай дәлізді бойлап, тапырақтап жүгіре жөнелді. Біз емхана сыртына жанасалай салынған дәретханаға кірдік. Әуелің өліп, дәретхана шұңқырын қарадық. Онда жоқ. Нағашым есіне әлдене түскендей кілт бұрылып, дәретхана қағазы тасталатын шелекке қарады. Қарады да ішіне қолын тығып жіберіп, қан-жынға малынған жұдырықтай затты бешпетінің кеудесін жұлқа ағытып, қойнына сүңгіте салды. Сосын басына жетхана қабырғасына ұрғылап, өкіріп жылады. Мұндай қорықпаспын өмірімде. Оған озаңдап мен де қосылдым. Екеуміз азан-қазан өкіріп, жылап жатқанда, сырттан кереге сақалы кең кеудесін жапқан, басы тік, тығыршықтай, дөңгелек қызыл жүзді қарт кірді. Қой балаларым, сабыр, сабыр қылыңдар. Алдымен нағашымды орнынан сүйреп тұрғызып, маңдайынан иіскеді. Өзінен қарыс сүйем ұзын жігітті шашынан сипап, арқасынан қақты. Мені жанына шақырып алды да далаға икемдеді. Ұлдарым-ау, далаға шығалық. Мұндай уақытта, мұндай жерде аялдамас болар, жын қуанар. Мынау кішкентай шошып қалар. Біз ата, бала, немере сияқты иықтасып далаға шықтық. Ата жөн сұрауға асықпады. Нағашым ұзақ шауып келіп кілт тоқтаған бәйгатындай солығын баса алмай ентігеді. Шырағым, өлген тірілмегенімен өшкен жанады. Көрер қызығың қайда, әлі алда. Басыңнан не өткізсең де бекем бол қарағым. Нағашым менің бар екенім есіне енді түскендей маған бұрылды да айғай салды. Бергелші, ботам, ботақаным, қимылдап жатыр. Сосын есі ауысқан адамдай алдында тұрған қартты бас салып, басы көздемей сүйе жөнелді. Ей, менің қызыр әулием, қалған өмірімде сенің анау кіргір тақияңды төрмеліп қойып табынып өтейін. Әкелші анау теке сақалыңды сүйейін. Қартқа қайта-қайта тап берді. Ой, ант тұрған есалаң, осыған ақыл жығындап тұрған менде есектің миындай ми жоқ екен-ау. Ой, 77 атаңның төбе сүйегін, төс дағын, ортан жілігін
Әкесінің. Атам адымдай басып тұра қашты. Сілемейленген беті жүзін екі жеңімен сүрткілеп барады. Мен де зытуға шақ тұрмын. Нағашым көзілеспес жылдамдықпен сабасына түсті. Жүзі бал-бұл жанады. Жиенім-ау, ол тірі, қимылдап жатыр. Қолымды еппен алды да өзінің ішіне қарай тартты. Егер ол менің қолымды шап беріп ұстағанда, менің талып түсерме күмәнім жоқ еді. О Құдайдың құдіреті, о жаратқан Тәңірі, расымен де нәресте бұлқынып жатыр. Екеуміз уағдаласқандай жүгіріске бергісіз жүгіріспен емханаға кіріп келеміз. Осы аралықта нағашымның басы бар да аяғы жоқ талай сөзі миыма кіріп шықпады. Тек қарашы, ботам, ол менің кеудемді кеміріп жатыр дегені ғана есімде анық қалды. Біз жеңгем жатқан палатаға кірген бетте басымыздан өткерген қас қағым керемет сәтті менің жылдары бойы жазудан ажырап қалған сары су санам суреттеп бере алмасы анық. Тек шашы мен көзі мойылдай қап-қара қыздың анасының көз жасы мен уыз сүтін қоса ашқарақтана сорып жатқанын ғана айта алар едім. Ал дәрігерлер, ол ертең күні бәрібір адам болмайды. Болса да сал, не соқыр болып қалады. Жанын қинамай бір тал укол салып берейік, деп безек қағады. Нағашым ешкімнің ештеңесін естімейтін есірік қалде езуін жимастан сол күні түнде емханадан Жансебіл қызын қойнына тығып әйел екеуін алып шықты соңы.